Ассалаумағалейкум достар, біз бүгінгі шығарылымды бастаймыз. Достар, шығарылымды бастамас бұрын лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бүгінгі шығарылымды бастадық достар. Достар, жаңалықтарымызды Атлетиконың жаңалықтарынан бастағанды жөн көріп отырмыз. Марка басылымына берген сұхбатында Атлетико Мадрид жазда Феликсті сатуға дайын екендігін жеткізген және трансферлік құнын 135 миллион еуро деп бағалап отырған жайы бар екен достар. Ал менің ойымша Челсида ойнап жүрген Феликстің қазіргі таңдағы құны трансферлік өзіне сәйкес келмейтін тәрізді. Біршама қымбаттау болып тұр достар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіз. Келесі жаңалығымыз достар, Пеп Гвардиола туралы болмақ. Себебі ПСЖ париждік команда жазда Пеп Гвардиоланы өз қатарларына қосып алмақшы және өздеріне бас бапкер етіп тағайындамақшы екен. Қазіргі мына Ситидің жағдайына келетін болса, шынымен сондай жағдайлар орын алса, Пеп әрине кетеді достар. Өз айтпап бет, ақша қайда болса, мен сонда деп. Ал достар, Ман Сити жайлы жаңалығымызды әрмен қарай жалғастырып кетейік. АЕС басылымы айтады, егер Манчестер Сити істі деп табылатын болса достар, онда чемпионшип түгілі 3-4 дивизионға түсіп кетеді екен. Ондай жағдай орын алды деген сөз достар, әрине Манчестер Ситидің дерліктей барлық ойыншысы клубтан кететіні айқын болып тұрған тәрізді достар. Клубта тек клубтың басшылықтары қалады. Мүмкін АПЛда осындай бір команда жоқ болып кетуі де әбден мүмкін екен достар. Достар, испан басылымының айтуынша, Барселона Наполидің шабуылшысы жас талантты жұлдызы Хвечаны нақты өз қатарларына қосып алғысы келеді екен достар. Ал достар, Хвечаға келетін болсақ, Наполимен келісім шартты әлі күнге ұзартқан жоқ. Егер Барса нақты алғысы келетін болса, осы бастан қамдану керек достар. Себебі қазіргі таңда Хвечаны 60-70 миллион еуроға сатып ала алады. Егер Наполимен келісім шартты ұзартып кететін болса, әрмен қарай кез келген командан Хвечаны алғысы келсе, тіпті үлкен сомаларға түсіп қалатын болады. Сол үшін алғысы келсе Барса осы бастан қамдану керек секілді достар. Келесі жаңалығымыз Реалмен тікелей байланысты. Кешегі жаңалықты айтып өткен едім, Папа Карлоны Реал Мадрид жұмыстан босатпақшы деп. Егер Папа Карло жұмыстан кеткен жағдайда оның орнына бірден Томас Тухель келеді деп хабарлайды Марка басылымы достар. Өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл бапкер маусым ортасында келіп, Челсиді қандай деңгейге көтергенін және қандай жетістіктерге қол жеткізгенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Ал менің жеке ойымша, Папа Карло кеткен жағдайда Реалға осы Томас Тухельдің келгенін өз басым қалаймын достар. Сіздің ойыңыз қандай? Реалға сіздің ойыңызша қандай бапкер келсе дұрыс болады? Комментарийге жазып кет. Достар, мен алдыңғы шығарылымда бүткіл еуропалық топ клубтар Манчестер Ситидің ойыншыларына аңға шықты деп бекер айтпаған тәріздімін. Бүгін таңда Марка басылымының айтуына қарағанда, Реал Мадрид Эрлинг Холландқа аңға шыққан достар. Егер шынымен де Манчестер Ситидің басынан сондай жағдайлар орын алатын болса достар, істі болып танылса, Манчестер Ситидің шабуылшысын өз қатарларына жазда қосып алмақшы деп хабарлайды Марка басылымы достар. Естеріңізде болса достар, Боруссияда жүргенде Манчестер Ситиға өтпес бұрын Реал Мадрид Холландқа біршама қызыққан болатын, алғысы келген еді және Мбаппе екеуін бір кезде ала алмайтын болғандықтан еріксіз бас тартқан болатын достар. 22 жылы жаздағы Реал Мадридтің жағдайына келетін болсақ достар, не Холланд жоқ, не Мбаппе жоқ, болмайтын таспақа сатқын Мбаппедің кесірінен Холландтан айырылған болатын және де соған қатты өкінгендігін жеткізген. Тағы Мбаппеға өмір бойы Реал Мадридтің есігі жабылғандығын нақты хабарлаған болатын. Естеріңізде болса, енді міне мүмкіндік келіп тұрған тәрізді достар. Марка басылымының айтуына қарағанда, Холландтың әкесі баласының Манчестер Ситида осы 1-2 маусымнан артық қалмайтынын және де еуропалық топ клубтарда үлкен жетістіктерге қол жеткізгісі келетін, жүлделер ұтқысы келетін, Месси мен Роналдоның нәтижесін қайталағысы келетін, Бенземаға еліктейтінін нақты айтып жеткізген екен. АЕС басылымына берген сұхбаттарының бірінде соны бізге Марка басылымы жеткізіп жатқан жай бар. Және де Реал Мадридта ойнағысы Холландтың нақты келетіндігін басты түрде айтып өткен екен достар. Ал достар, бүгінгі шығарылымның ең басты жаңалықтарының біріне де келіп жеттік. Зинедин Зидан жайлы болады. Экраннан алыстамаңыздар, тағы да лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Телеграм арнамызға жазылып кетіңіздер, сілтемесі төменде. Франция басылымының айтуына қарағанда достар, Зидан ПСЖ-ға бапкер болып келуге келісімін берген, бірақ нақты өзінің екі талабын айтқан екен. Біріншісі, Неймарды клубтан кетіру керек, өзі бапкер болып барған жағдайда. Екінші талабы, Барсадан Дембелені алып келу керек міндетті түрде достар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? ПСЖ-ға Зидан келе ме екен? Өз ойыңды тағы да комментке жазып кет. Достар, соңғы жаңалыққа да келіп жеттік. Әрине Зидан жайлы. Зиданның Марка басылымына берген сұхбатында мынадай бір сұраққа мынадай жауап берген екен достар. Ендеше кет.
Марка басылымының айтуынша, Зиданға екі түрлі сұрақ қойылған. Біріншісі, футбол әлемінің ең үздік, ең мықты ойыншысы кім? Және Реал Мадридтің тарихындағы ең мықты сүрмерген, ең мықты ойыншы кім деген сұрақ қойылған екен, достар. Зиданның жауабы мынадай. Зиданның айтуынша, достар, Зидан айтады, бүткіл әлемнің ең мықты футболшысы, ең мықты шабуылшысы ол Криштиану Роналдо дейді, достар. Реал тарихына келетін болсақ, достар, Зидан айтады, Реал Мадрид тарихындағы ең мықты ойыншы, ең мықты шабуылшы әрине Криштиану Роналдо. Реалда көптеген мықты әлемнің жұлдыздары ойнады, олардың қатарында мен де болдым, бірақ дей тұрғанмен Роналдоның көрсеткен көрсеткішін ешбір көрсете алған жоқ, және Реал Мадридте көптеген жүлделерін осы жерде ұтқан болатын. Сол үшін де Реал Мадридтің ең мықты ойыншысы, ең үздік шабуылшысы, тарихи футболшыларының бірі болып өмір бойы қалады дейді Зиданның айтуынша Роналдо. Ал достар, кім не байқады? Қай бапкер қай клубқа барады және қай ойыншы қай командаға ауысуы мүмкін? Өз ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Жаңалықтар барған сайын қыза түсуде, достар. Ендеше біз қоштаспаймыз. Келесі шығарылымда кездескенше, достар. Сау болыңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Телеграм каналдың сілтемесі төменде.